Мал бағып отқан адам да ойлау керек қой. Қазіргі таңда мал оңай емес бағу. Бұл Ақтөбеде бар инста парақшасы. Бүгін 20 сәуір қойдың бағасын білетін боламыз. Кеттік. Бізге бағалары керек болып тұр аға. Міне мына қойлардың бағасы қазіргі нарықтағы бағасы міне семіз. Бұлар 120 мыңнан басталады. Жақсы тұсақ керек десеңдер міне мыналарды міне 80 мыңнан беруге болады. Енді клиент келіп сіздер сұрайсыздар ғой. Сұрағаннан кейін біз енді саудасы бар. Любой нәрсенің бір саудасы, бір мәмілеге келеміз. Қыста әбдей жемделіп, 4 ай жемге тұрып. Айтқанда аткорым дейді ғой. Аткорымға қойылған қойлар бізде осыған келіп тұрған. Қазіргі таңда мына халық айтады, неге ет қымбаттап кетті? Етті қымбаттатқанда енді баға өсіп кетті ғой. Нарықтағы баға қазіргі таңда қабылдап жатқан баға 3800 теңге. Мал таңдаудың біріншіден жасы келу керек. Бір. Екіншіден құлағы шорт кесілмеу керек. Ең деген енді ол мына тесіктер болады ғой енді. Сырға салынады әрине. Мына құлағын бүйтіп тіл жібереді. Ол онда ешқандай оған несі жоқ. Жасы нешеден асу керек? Жасы жастан асу керек. Шариғат қой. Жартышылдық дегенде енді 6 айлық марқалар дейді. Енді жалпы имамдардың айтуы бойынша марқалар құрбандыққа шалынбайды дейді ғой. Бұрында көбісі малын ұстады да кейіннен сатып жіберді. Қазір малдың бағасы өсіп кеткеннен кейін халықтарда енді жайлап малға бет тұрып жатыр ғой. Негізі еңбектенсең малда пайда бар. Мал бағып отқан адам да ойлау керек қой. Қазіргі таңда мал оңай емес бағу. Бір екіншіден мына тұрған міне осы жерде 11 бас мал тұр. 11 бас мал. 11 бастың малын расходын қараңыз. Таңертеңгісін бір тук шөп береміз, ана жерде сатады. Оның бір штугы 1000 теңге. Біз 2 штук аламыз сразу. Біреуін таңертеңгісін береміз, обедке дейін житане байланып тұр. Екіншісін кешке жақсын кетерінде береміз. Ал бір. Сосын тұрған жерімізге береміз. Шөбі бар мына жердің. Соның бәріне төлейміз ғой. Суы бар дейсіз. Суы бар, бәріне төлейсің ғой енді. Ағасының есіміңіз кім болады? Менің есімім Қалдыбек болады. Тұрақты осырат тұрасыз ба? Тұрақты осыра тұрған ең, осы газельде тұрамыз, сыртта. Іште де сатамыз, сыртта да сатамыз. Егер халықты қызықтырып, жақсы семіз қой, қолжетімді бағада керек болса, нөмірімді беріп кетейін. Сол нөмірге хабарласып, келіп беруге болады. Сосын екіншіден, жаңа егер қазір 21 ғасыр ғой, үйлерге доставка істеу керек болса, осы жерден халал сойдырып, басын үйткізіп, жағын айып қағып, үйіне де жеткізіп беру қарастырылған, тегін жеткізіп бере аламыз. Жақсы, рахмет аға.